Сәлем достар, бүгін сіздермен тәп-тәтті, сондай нәзік болып шығатын сүтті құс тортын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға жазылып қойды ұмытпаңыздар. Ол үшін біз осындай бөлме температурасындағы сары майға жұмыртқамызды және сгущенкамызды қосамыз. Мен 1,5 банка сгущенка қосамын, 1 банка қоссаңыздар да жетеді. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Енді қопсытқышымызды ұнның ішіне салып, араластырып аламыз да біздің қоспамызға саламыз. Жақсылап араластырып, қою масса болғанша араластыра береміз. Міне, осындай масса дайын болады. Енді біз осындай пергамент қағазымызға торттың көлемін өлшеп аламыз. Мен 24 сантиметрлі еттім. Осылай 2-3 қасықтан салып, тегіс етіп жайып шығамыз. Енді барлық корждарды 180 градуста шамамен 3-4 минуттай пісіріп аламыз. Енді шет-шетін осылай кольцо арқылы немесе қайшымен кесіп алсаңыздар болады. Енді бар кремді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын қосып араластырамыз. Қант ұнтағының орнына кәдімгі қантты қоссаңыздар да болады. Енді оның үстінен біз сливке қосамыз. Мендегі сливке ол 33-35% сливке. Қою болғанша араластырамыз. Кішкене қоюланған кезде миксердің жылдамдығын жоғарылатамыз. Міне осындай қою болып шығады. Енді біздің тортымызды жинайтын боламыз. Осылай әрбір коржды салып, үстінен кремімізді жағып жинаймыз. Егер сіздер кремді жақсы көрсеңіздер, көптен салыңыздар. Ал кремін көп болғанын қаламасаңыздар, аз-азын салып жинасаңыздар болады. Ең бетіне де осындай кішкене крем жағып, бетіне пищевой пленка жауып, осылай бір түнге қалдырып қойсаңыздар, торттарыңыз өте дәмді, жұмсақ болады. Енді сыртқы кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май қажет, және оның үстінен қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Енді сүзбелі ірімшігімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне осындай. Мен торттың сыртын қызыл түске бояп, қызыл креммен жабамын. Ал сіздер солай ақ күйінде қалдырсаңыздар болады, немесе басқаша түспе боясаңыздар да болады. Енді тоңазытқыштан шығарып, кольцодан босатамыз да сыртын қаптай бастаймыз. Мен сыртқы кремін қатты қалың қылғанды ұнатпаймын. Сол үшін жұқа етіп жағамын. Осылай кондитерлік мешокқа салып,
айналасына жағыңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Барлық кремді жағып, осылай сыртын тегістеп шығамыз. Енді сыртқы оформлениесін жасайтын боламыз. Өз қалауларыңызша әртүрлі қылып сәндесеңіздер болады. Мен осындай жаңа жыл мерекесіне тапсырысқа жасап жатқаннан кейін осылай сыртын шоколадпен әсемдеп, осылай шоколадты санның формасына қиып алдым да, осындай 2024 деп жазып, шет-шетін осылай безендірдім. Міне, достар, өте керемет болып шықты. Видеоның соңына қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Ас болсын.